Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақ көруден алдын менің каналыма тіркеліп қоңырау теңгесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы сөз таптары. 40-шы жаттығу мәтінді отыңда. Ауылға барғанда. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Назерке, Үмітпен бірге картоп түптедік. Пияздың арам шөбін жылдық. Шілденің ыстығы кезінде суға түскен қандай рақат. Қайта-қайта шомылып жүріп мен мал тұзды үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан ала жаздай жәрдем берді. Бір мая шөп тұрғыздыңды. Еңбегіңе бірдеңе беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, берем ғой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерең болды. Сондықтан тор биенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанымен өсе келе ат болмай ма, дейді. Дархан қайда бар? Дархан ауылға барды. Ауылда Дархан неменен айналысты? Ауылда барып ол ағасына жәрдем берді. Шөптерін жосты, малға қарады. Ол қандай бала еді? Ол зерек, ақылды бала еді, еңбекқор. Оған ағасы не атады? Оған ағасы бір тор биенің құлынын атады, Неліктен? Өйткені оған әр жылы жазда келіп жәрдем береді ағасына. Ал сен ауылға бардың ба, дейді. Сіздер ауылға барсаңыздар, бардым деп жазып кетіңіздер. Ауылға барғанда не істейсіздер? Саған қайда демалған ұнайды, дейді. Ауылда ма, әлде қалада ма? Мәтіннің алғашқы 2 сөйлемін жазып, сөз таптарына талда, дейді. Алғашқы 2 сөйлемі: мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады, Осы сөйлемдер болады. Сөз таптарына талдайсыздар, қайсысы бастауыш, қайсысы баяндауыш, біз қайсысы сөз табы екенін айтып өтеміз. Келесі 41-ші жаттығу: көп нүктенің орнына негізгі зат есімді қойып жаз, дейді. Кезек, кезекші, сый, сыйлық, көл, көлшік, іс, іскер, сөз, сөздік, дос, достық болып саналады, Түбір сөздердің барлығы негізгі зат есімдерді тауып жазып қойдық. Негізгі зат есім дегеніміз туынды зат есім дегеніміз не? Туынды зат есім және негізгі зат есім дегеніміз не? Бұлардың бір-біріне айырмашылығы неде екен, Туынды зат есім дегеніміз бұл қосымша жалған ат. Негізгі зат есім бұл түбір сөздің өзі, Соны ажырата алсақ болды, балалар. Сонда ғана дұрыс болады. Енді кестені тиісті сөздермен толтыр, дейді. Түбір сөз берілген, жұмыс деген, енді соған жұрнақтар жалғаймыз. Және туынды сөз жасаймыз. Жұмыс шы жұрнағы, жұмысшы. Автор деген сөз алсақ, мысалы, оған лық деген жалғасақ, авторлық болады. Авторлық жұрнақ. Туынды сөз шығады. Тыныш деген сөзге лық деген, тық деген жұрнақ жалғансақ, тыныштық деген сөз шығады. Одан кейін қылмыс деген сөзге кер жалғансақ, жұрнақ қылмыскер болады. Одан кейін ая деген сөзге аяла деген жұрнақ жалғансақ, аяла деген сөз шығады. Қол деген сөзге да деген жұрнақ жалғасақ, қолда деген туынды сөз шығады екен, балалар. Осылай кесте түрінде жазып қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты дәл осылай жазсаңыздар да болады. 43-ші жаттығу. Бұл жерде сағат тілі бойынша 2 әріптен қалдыра отырып оқысаң мақал шығады, дейді. Қай әріптен бастап оқу керек, дейді. Мына жерде тұрған строканы көрдіңіздер ғой, бұл о әрпінен басталады, мына. Осыны 2 әрпін алып тастап оқисыздар, дейді. Оқы, 2 әрпті алып тастаймыз. Оқу. Оқу, одан кейін 2 әрпті алып тастаймыз. Оқу, и, д мен ны алып тастаймыз. 2 әріптен ны, ине, и әрпі 2 әрпті алып тастаймыз. Қ мен алып тастаймыз, және м болады. Ине мен
ине инемен құдық қазғандай болады, иә. Бұл мақалдың атауы оқу инемен құдық қазғандай дейді. Оқу инемен құдық қазғандай деген мағынасы білім алып, үйрену өте күрделі, иә балалар. Оны бір деңгейден аз деңгейден үлкен деңгейге дейін оқып бару керек. Оған шыдамдылық қажет, дарындылық қажет, ерінбеу қажет, кітап оқу керек, іздену керек. Оқу инемен құдық қазғандай дегенім, оқу қандай қиын екенін, жоғары білімге жету оңай емес екенін білдіреді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.